Құрметті менің әсел әңгіме тыңдармандары, маған қолдау көрсетіп, әңгімені соңына дейін тыңдап, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра отырыңыздар. Тура жолдан тайғандар. Шашың неге жалбарап жүр, басыңда оранып жүрмейсің бе? Берік қарындасы Айжанға айғайлап ұрысып жатыр. Қарындасы мектепке бара жатқан болатын. Аға, сіз неге түнде үйге келмедіңіз деген сұрағына, мен үйге келмегенім маңызды емес, неге басыңдағы орамалыңды шештің? Ызаланып сұрады. Аға, Нұржан ағам мен әкем осылай жүруіме рұқсат берді. Сабаққа оранып барсам, мені мектепке кіргізбейді. Сондықтан біліп алу үшін осылай баруыма тура келді деген қарындасы ағасының ашуланғанына баспақшы болды. Ағасы одан бетер құтырып, көзі қып-қызыл болып кетті. Айжан, үйдің кенже қызы, әкесі және екі ағасы бар. Анасы ертеректе жаман аурудан қайтыс болған. Әкесі әйелінен айырылып қалғаннан күйіктен 40 жасына дейін арақ ішіп, әр жерде домалап жатқан. Ағайын туыстың арқасында бір күні, бір түні тоқ болып, 3 ағайынды бір-бірін жектете өскен. Нұржан ағасы Айжанның үлкен ағасы. Ашуланып тұрған Берік екінші ағасы. Сен бұл өмірдегі мектептен алған білімің саған ақыретте азық болмайды. Айжан, соны неге түсінбейсің? Аға, әкемнен Нұржан ағамның жастарынан асып, маған оларға қарсы шық десеңіз қателесесіз. Мен олардың айтқанын істеймін деп мектепке кетіп бара жатқанда, ағасы қарындасының білегінен ұстап, бұлай көшеде жүрмейсің, орамалыңды тағасың деп сүйреп бара жатқанда, Айжан, аға жіберіңізші, менің сабаққа баруым керек деп әрең дегенде жылап тұрып, сытылып кетеді. Әкелері елеуді еңсергенде барлығы иман жолына бет бұрып, 5 уақыт намаздарын оқып, ауылдағы бетке тұтар отбасының бірі болғанды. Барлығы арабша танып, Нұржан ағасы ауылдың мешітіне иман атанып, сондан азан шақыратын болған тұғын. Соңғы кездері Беріктің мінезі де өзгеріп, үйге де аз келіп жүрген болатын. Енді міне қарындасының шашына тиісіп, айқайлап тиісіп кетті. Осы ашуымен Берік бірден ағасының мешітке қарай жол тартты. Берік мешітке келсе, алдымен мешіттің бас иманын көріп қалды. Бас иман Берікті көріп, ассаламағалейкум деп қолын созып, амандасып еді. Берік қолын алмастан бедірейіп, уағалейкум ассалам деп аузын ғана жыбырлатып қойып, иман Нұржан қайда деп сұрағанда, Нұржанның өзі де келіп қалды сол арада. Нұржанды көрген бас иман, екеуіңді оңаша қалдырайын, бірақ артық кетпеңдер, мешітте тұрғандарыңды ұмытпаңдар деп ескертіп, өз жөнімен кетіп қалды. Берік бас иманмен амандаспағаның не? Оның қолдарынан талай күнә жасаған кәпірлердің амандаспағанына кім кепіл деп сөз қайырды. Субханалла, не айтып тұрсың? Ол біздің бас иман ғой. Бас иман болса қайтейін, пайғамбар емес шығар. Ей Берік, сен райыңнан қайт, мына түріңмен діннен шығып кетесің деп Нұржан әнісіне ескертті. Діннен шығып кететін мына сенсің, қарындасының басындағы орамалын шештіргенің деп дауыстап сөйледі. Інім, Айжан әлі жас, оның үстіне біздің мектепте заңмен айтылған орамалмен мектепке келмесін деп. Сондықтан қазір қарындасымыз білім алып, жақсылыққа жету керек. Оқымай дінге келу түрі ағымдарға итермелеу мүмкін деп ағасы жауап қайтарды. Аға, сіз бұл өмірде алған біліміңізбен емес, Аллаға деген құлшылығыңызбен сұраласыз. Бұл өмірге келудегі мақсатты Алла жолындағы ахи бауырларымның ұрпағын тарату. Соны білмейсіз ба деп айқайлап, ол жерден де шығып кетті. Мешіттердегі біраз адам бұларға қарап қалып, бастарын бір шайқап әрі қарай кетеді. Берік теріс жолдағы, басқа ағымдағы дінге қалай барғанды өзі де білмей қалыпты. Сол адамдармен күндіз-түні өздерінше бір әлем болып, жамағаттармен жиналып, өздерінің иман саматтарын, бұлардың бастарын әбден олайды. Сол ағамға Берік сияқты жап-жас жігіттер ілесіп кетеді. Олардың пікірінше дін жолында
жахит болуымыз керек, және де осындай үйленген соң барып бұл жақтағы біраз жігіттің басын қосып Сирияға аттандырады. Және де әйелдері міндетті түрде қарамен оранып тек көзін ғана көрсетіп жүруі керек. Әр отбасында адамды бұзатын қара жәшік бар, ол адамды улайды, ол теледидар. Соны көрсетпеу керек. Теледидардың ішінде жүргендердің бәрі шайтандар. Соны көріп, өз жақындарымыз дінімізден безіп барады деп, жас буынды өзінің әрбір сөзімен миын улай береді. Және де мешітке барғанда үлкен ақсақалдар мен имандармен қолдарыңа созып амандассаңыздар, олар өткен өмірінде ішкендері де бар. Солармен сендер қолдарыңды беріп амандаспаңдар. Бұл имансымақтың айтқан сөзіне сол жердегі жастар құтты бір құдайы киіп бұйырғандай бар айтқан сөздерін орындайды. Сол күні берік досы Самат пен Жеке ара екеуі сөйлесіп отырады. Самат: "Ахи бауырым, бүгін мазам қашты. Қарындасым орамалын тастап кетіпті", деді. Досы өзінің әпкесінің қалай оранғанын, қалай оны көндіргенін бүкпесіз баяндап берді. Бірінші орында үйдегі телевизорды құрттым. Екіншіден, үйдегілердің телевизор сатып алатын ақшасы жоқ. Үшіншіден, бір ай бойы оларға осында алған білімімді жалықпай айттым. Соның арқасында міне еңбегіміз зая кетпеді. Әпкем алхамдулиллах орындады деп мәз Самат досы. Берік бірден үйге келе салысымен үйдегі теледидарды бөлмеге келсе қарындасы қарап отыр екен. Оны көріп ашуланып теледидарды Берік сыртқа алып шығып тас талқанын шығарды. Қарындасы қанша рет жалынып: "Аға, енді көрмеймін, өтініш сындырмашы, әкем анда-санда жаңалық көреді ғой. Аға, бір ашуыңды берші, сындырмашы", деп жалынса да оған құлақ аспай сындырды. Сол арада айғай-шуды қорада жүрген әкесі естіп жүгіріп келіп: "Балам, не мынауың, не көрініп жүр саған? Қой, аназат орнына қой. Әке, жақсы, пайғамбар жасына жетсе де миыңды әбден улап бітірдің ғой мынау." "Иә, мен тура жолдамын әке, ал сен адасқандардың қатарындасыңдар." "Ей, өз қызың, өзің ақыл айта алмай жүрсің. Білесің бе, пайғамбарымыз не дегенін? Егерде адам 40 жасқа келіп жақсылығынан жамандығы көп болса, ол тозаққа барады әке. Намазыңды 50-де бастадың, 40-қа дейін арақ іштің. Әй, сен кәпірсің әке, кәпірсің." "Астафырла", деп теледидарды тағы да ашумен ұрып үйіне безіп шығып кетті. Әкесі сол сөзді естіп, өз-өзіне келе алмай, есінен сол жерде танды. Қызы әке деп жылап қалды. Жедел жәрдеммен әкесі, үлкен ағасы екеуі келіп, дәрігерлер ұзақ тексерістен соң жағдайының орташа деп бастап, әкесінің ішкі құрылыстары жас кезінде ішімдік көп ішкенің арқасында жарамсыз қалғанын және де әкесінің санаулы ғана ғұмырының қалғанын айтып жеткізеді. Нұржан аға ол кезде қарындасы үйінде әкесіне керек болады деген заттарын жинап жүрген болатын. Ағасы бұл жаңалықты Айжанға айта алмады. Айтуға қалай аузы барады. Өз әкесі өлімге қия алмай, өз-өзімен әлек болып, аурухана мен мешіттің жолын тоздырады. Әкесі ес-түссіз біраз уақыт жатады. Қу тіршілік қойын баса, әрқайсы өз тірліктерімен күнде әкесінің бір келіп кетіп жүргенде Берік үйге өзінің ақи бауыры Самат пен әпкесі Сандуғашты алып келеді. Самат Берікке әпкесінің Сандуғашты үйлендірмекші болып, екеуіңді келісімін алып, дін жолында Аллах разылығы үшін үйленген соң Сирияға аттанбақ. Берік те Самат досының сөзінің туған қарындасы Айжанды тұрмысқа шығуына үгіттеп, әбден санасын улайды. Сонымен не керек? Қарындасы да ағасының айтқандарына сенді ме, әлде кім білсін? Осы ағамның аузы жабылсыншы деді ме? Саматқа тұрмысқа шығуына келісім берді. Екеуі үйленеді. Әкесінің ауырғанына да қарамай Аллахтың алдында некелерін қиып үйленіп алады. Арада 2 апта өткен соң бүгін әкесінің жаны бұл өмірден мәңгілікке қоштасты.
Әкесінің соңғы сапарына үлкен ұлы Нұржан барлығын жалғыз өзі істейді. Берік жаназа мүлдем үйге келмейді. Адам аяғы басылғанда ертеңінде Берік үйге келді. Үйге келсе, Астанадағы әкесінің туыстары кеш естіп үйіне келіп Нұржанмен көңіл сұрап енді кеткелі тұрғанда Берікті іштен кіріп келді. Туыстары Берікті енді арқасынан қағып құшақтап көңіл айтпақшы болғанда, Берік олардың өзін алшақ ұстап басқа бөлмеге әкесі өлмегендей жүріп кете қалады. Онысы алыстағы туыстары түсінбей абдырап сасқалақтап қалды. Жеңгесі Нұржан енді соңғы сапарында бола алмады, 40 күндік асын етерек айтыңдар деп шығып кетеді. Қонақтары кете сала Нұржан інісінің қылығын түсінбей қасына барды. «Ей, сен қайда жүрсің, өз әкеңнің жаназасына келмейтіндей, саған не істеді?» Нұржан, сен Алланың қалауымен осы дүниеден шеттен болсаң, мен сенің жаназаңа келмеймін. Өйткені сен бұл өмірде бір тамшы шарап ішпедің дегенде, ағасы Нұржан інісінің бетіне шапалақпен ұрып жіберді. Маған қол көтергенше кәпірлерге қарсы шықпайсың ба, әлде оған сенің заңың жібермей ме? Айжанды сен бе адастырып жүрген? Ол адасқан жоқ, ол өзінің жолын тапты. Менің ақи бауырыма өз еркімен тұрмысқа шықты. Өз еркімен? Берік, мен саған сенбеймін. Сен түзу жолда жүрген жоқсың. Кім сендерді мұндай халге жеткізген? Алланың қалауымен, Нұржан имам, Алланың қалауы солай болды. Егер сенбесең жүр қазір менімен. Қара, көзіңді жеткіз. Айжан әкесінің қайтыс болғанын білмеді деп ағасы Беріктен көздері жасқа толып сұрады. Құрсағындағы нәрестеге зияны тигізгің келсе, бар да өзің айт. Нұржан не істерін білмей, ұзақ тұңғиыққа батты. Әкесінің аяқасты өмірден озуы, қарындасының ешкімге айтпай тұрмысқа шығуы бәрі жанын жегідей жеп барады. Ертесіне қарындасына: «Қарындасым, Алла разылығы үшін шыныңды айтшы, сен кім мәжбүрледі?» деп қап-қара болып оранып алған қарындасынан сұрады. «Менің арманым ақидағы жігітке тұрмысқа шығып, оның ұрпағын көбейту еді. Уайымдама ағатай, алхамдулиллах, менде бәрі жақсы». Көзінде еріксіз жас келіп, ағасы қарындасына тек «бақытты бол бауырым, бақытты бол» деп үйден шығып мешітке барып, бауырларының түзу жолға түсуін Алладан күндіз-түні сұрады. Басқа ағымға үгіттеуші имансызға Самат пен Берікті шақырып алып: «Жігіттер, ертең үйлеріңе көлік барады, әйелдеріңмен бірге мініп келіңдер. Әйелдерің осында болады, олардың аяғы ауыр. Әйелдерінің жағдайын өзім жасаймын, ал сендер кетесіңдер. Джахидқа бөлінген 3 ай өткеннен соң Алланың алдында елге ақ болып ораласыңдар. Иншаллах» деп сұқ саусағын көтеріп, «Тахбих» деп айқайлаңдар. Берік пен Самат «Аллаху акбар» деп 3 рет қайталап, оларды сұқ саусағын көрсетіп айтқанына көнді. Ал ағасы бауырларының тура жолға түсуіне күндіз-түні Аллахтан қол жайып тілеумен болды. Берік пен Самат елден кетіп Сирияға кеткеніне міне бүгін бір жұмадан болып қалды. Ал әйелдері жаңағы имансымақтың бақылауына бір үйде тұрып жатты. Имансымақ әйелдеріне келіп: «Сендерге суық хабарым бар, жұбайларың Алланың жолында шахид болды. Иншалла, енді олармен жұмақта қауышасыңдар. Ал енді сендер әмеңгерлік бойынша маған тұрмысқа шығыңдар, дайындалыңдар» деп шығып кетті. Екі қыз бір-бірін құшақтап дірілдеп жылады да қалды. Ол жерде тек екі қыз ғана емес, тағы да жандарында өздеріне ұқсаған келіншектер бар еді. Нұржан намаз оқып, қолын жайып, дұға жасаған соң, інісі Берік бөтен номермен қоңырау шалды. «Аға, мені тыңдашы, мен қателестім. Мені Аллах разылығы үшін кешіріңізші, артық сұрақ қойма. Уақытым аз, бұл бірінші және соңғы хабарласуы мүмкін. Мені жақсылап тыңда, қатемді түсіндім. Мұнда біз Алла үшін емес, түсініксіз майданға түстік. Біз алдандық. Біз сияқтыларды құтқар, өтінем. Арабшаның есімі Жантемір. Оны табу қиын емес.
тек мен секілді адасқан әңгімеде сондай мінезде жүрсе, олар сені өздері тартады. Самат бауырым мерт болды. Аға қарындасым Жантемірдің қолында. Бірден шошып алма оқ төну мүмкін. Кешір мен аға, мен үшін дұғада болыңызшы. Мен қашып келуге тырысамын. Қарындасымды тапқан соң маған кірісесің деп сериядамын. Аға, мен баламды көргім келеді. Аға, құтқаршы деп тұтқынның ар жағында жүрген қан жылап қалады. Ағасы екеуі аман есен үйге келсін деп күндіз-түні Аллахтан қол жайып сұраумен болды. Және бұл әңгімені естіген соң Нұржан інісі айтқандай Жантемірді іздеп сол сияқты жерге тура келді және оны тапты. Солардың уағыздарын тыңдап Жантемірдің сеніміне кірді. Нұржан бұл істі полиция қызметкерлеріне барып, осындай үйім барын жайып салды. Оларды осы рөлінен шықпа және сенің әйелің ретінде әріптесін жіберетін болып шешті. Барлық жоспарларын Нұржанға түсіндіріп берді. Нұржан да келісіп, айтқандарын істейтін болды. Келесі бір отырысында Жантемірге: Нұржан бауырым, сен Сирияға Жахидқа барасың, уақытың келді. Өзің білесің, артыңнан талай бауырларды жіберемін. Сен Сирияда Жахидта жүргеніңде әйеліңді араб адастырмас үшін өзіміздің базаға алып келгенің дұрыс болады. 3 айда келесің. Сириядан жақсы жаңалық келеді. Алхамдулиллах, жеңіс біздікі болып жатыр. Нұржанда сыр білдірмей, ұстаз соны айтуға өзім де оқталып жүредім. Әйелім туыстардың арқасында қалса, соны арап тастайды. Бұл қалада өзіңізден басқа ешкімге сенбеймін. Өзіңізге ғана сенемін артамын деді. Сен де менің ең сенімді бауырымсың. Маған толықтай сенсең болады. Аллах разы болсын, ұстаз. Ертесіне ұстазы оларға машина жіберіп, әйел екеуі осында келетін болды. Әйелін тастап, өзі Сирияға кететін болды. Межел уақытына келіп жетті. Бұларды базаға әкелгенде артынан полиция қызметкерлері жетіп барып, сол жерде Жантемірде басқа да келіншектерді тапты. Қарындасы ағасын көре сала бетін ашып құшақтап алды. Қарындасын үйіне апарды. Жылы тамағын беріп, өзі мешітке беттеді. Мешітке келіп: «Уа Раббым Алла, сенің мейірімдісің, аса құдіретті иесің. Әлемдердің патшасы болған Алла, қалағаныңды тура жолға түсіресің. Жүректеріңді әміршісі болған Құдайым, өзіңнен дұға тілеп тұрған құлыңның қолын бос қайтармашы. Менің жан бауырым, інім жүрегін ашшы, оны тура жолға салшы. Мейірімді Алла». Аймин деп бетін сипағанда, мешіттің есігінен інісі жүзінің нұры көрініп кіріп келді.